Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің жасанды интеллектіміз жасалған презентацияларды кітап түрінде, журнал түрінде ашып, әдемі етіп көрсетуге мүмкіндік береді екен. Браузерден heyzine.com деген қатар тересіздер, бұл сайттың аты, яғни PDF to Flipbook дейді, яғни мен мына жерде ашып қойдым. Кез келген презентациядан кітап түрінде өте әдемі, өте көрнекі. Flipbook Maker дейді. Drag and drop the PDF to convert дейді. Яғни мен мынаны басамын. Бұл жерге де негізі кіру жолын көрсете салайын. Sign up деген кіресіздер. Тіркелу керек болады. Яғни өзіңіздің пароліңізді, почтаңызды жазасыз, пароль жазасыз, жаңа парольді қайталайсыз, сосын I agree the terms, яғни мен бүкіл условиялармен келісемін дейсіздер, регистрациядан өтесіз. Енді менде бар, мен мына жерден басамын, Google аккаунт арқылы кіретін боламын. Так, мына жерде почтамен кірген екен ғой. Почтамен кірген оңайырақ. Google аккаунт без конца беспокоить ете бергенше. Мен сіздерге дейін бесеу жасауға тегін мүмкіндік береді, одан кейінгісі платный. New Flipbook деген басамын. Соң мен жаңағы осының алдындағы жасалған презентацияны осы жерге жүктейтін боламын. Яғни ол менде загрузкида тұр. Міне тұр Python массивтермен жұмыс жасау. Открыть. PDF форматтағы презентацияны жүктейді. Жүктейді және өте көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Сонан соң бұл жерде жүктеп ала алмаймыз презентацияны. Тек қана ссылка беріледі. Яғни кез келген браузерге ссылка қойсаңыз, сіздің презентацияңызды ашады. В принципе, өте ыңғайлы. Және де бұған дейін презентацияларды біз PowerPoint-та қолданатын едік. Презентация, показ слайдов деген жаңа кітап түрінде, журнал түрінде ашып көрсетуді анимировать ету өте уақыт көп алатын еді. Бұл жерде 3 минут, 5 минут уақытыңыз кетеді. Анимированный презентация дайын тұрады уже. Жаңағы презентацияны оның парағы жүктеу кішкене уақыт алып жатыр. Ашсам ашылды. Міне қараңыздар. Осылай. Дизайнын өздеріңіз таңдайсыздар енді. Кеше бір презентацияны жасап көрген болатын. Өте оңай жасалды және өте ыңғайлы жасалды. Так, менің жүктеп жатқан презентациям қайда енді? Қалай жасалатынын көрсетемін. Дизайнын, жаңа парақтарды ауыстыру тәсілін, жаңа темасын бәрін кейін өздеріңіз жақсылап көріп алатын боласыздар. Алғашқы 5 презентация бесплатный. Қалған услуга платный, бірақ өте көрнекі. Кез келген жерде презентацияңызды апарып ашып көрсете бересіздер. Жүктеп біттік. Қазір бізде жұмыс облысы ашылады. Және сол жерден презентацияны жүктейді.
мына тұрғанның барлығы бізде презентацияның стильдері. Title, page effect, background, логотипі, table of contents дейді, музыка қосуға болады дейді. Мына жерде title дегенде тақырып жазуға болады. Бізде уже тақырыбымыз бар, сол себепті керек емес. Page effect, right to left read. Яғни кітап түрінде, немесе магазин журнал түрінде, альбом түрінде, блокнот түрінде, слайдер, cards, cover flow, one page. Альбом түрінде дейін, бағанағы мендегі карта түрінде, жоқ, кітап түрінде еді. Так, сөйтіп мен бұны page effect'ін таңдадым. Фоновый. Фоновыйды өзгертудің керегі бар ма, жоқ па, білмеймін. Қажет емес, жоқ сияқты. Хорошо. Логотип. Лого енді icons бізге керек емес. Осылай жасадық. Interactions, взаимодействие дейді. Бұл жерде тоже сурет қосуға болады, видео қосуға болады, ссылка қосуға болады, аудиофайл қосуға болады. Маған қазір ол енді керек емес. Мынаны жайлап басатын болсам, ол альбом түрінде. Так, енді дизайнын карта түрінде дегенді көрейікші. Альбом карта түрінде дегенді көрейік. Так. Бұл уже карточка сияқты. Так, сонымен осылай өздеріңіз дизайн жасай бересіздер. Енді save дегенді басқан кезде сохранение болады. Осының ішінде тұрады. Енді мынау бізде ссылка. То есть біз мынау тұрғаннан ала алмаймыз, тек қана ссылкасын ала аламыз. Және де ссылкамды почтаға жіберіп алуымыз мүмкін. Мен копировать етіп аламын. Және браузердің кез келген терезесіне апарамын да, мен ссылка бере саламын. Ашсам, дайын уже сіздің презентацияңыз. Кез келген браузерден ашып демонстрировать ете беруге болады. Жылжытып отырып, презентацияңызды көрсете бересіз. Өте ыңғайлы сервис. Қолданыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.